сәлеметсіздер ме? Біз 55-ші орта мектептің 8-ші А сынып оқушылары сіздерді кітап оқуға шақырамыз. Кітаптың алғашқы шығу тегі ежелгі шығыс елдерінде, Грекияда және Римде пайда болған. Ал 20-ші ғасырдың 20-30 жылдарынан бастап өзіміздің қазақ жазушыларымыз шыға бастады. Мысалға алатын болсақ, Абай Құнанбайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы. Алтын тұлғалардың біз үшін жазып кеткен шығармашылығы қазіргі заманда біз үшін, біздің жастарымыз үшін алтын қазына, алтын мұра болып саналады. Олардың шығармашылықтарына келетін болсақ, Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кеубек поэмасы, Абай Құнанбайұлының Қара сөздері, Дулат Исабековтың Әпке пьесасы, Міржақып Дулатұлының Оян қазақ өлеңі, ал Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы әліппе шығарған тұлғалардың бірі. Міне, осы кітаптарды оқу арқылы біз ой сезімімізді, ой толғауымызды дамытамыз. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен оқы. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегеннің алдынан іздемей-ақ табар демекші, кітап оқу өзіміз үшін жақсы болып табады. Максим Горький, мен бойымдағы барлық жақсы қасиеттер үшін кітапқа қарыздармын. Яғни біз кітап оқыған кезде өзіміздің бойымызға сол жердегі құндылықтарды, жақсы қасиеттерді бойымызға бейнелейміз. Сонымен қатар сол кітаптардың арқасында біздің оқу деңгейіміз дамып, сөздік қорымыз қалыптасады. Кітап оқу миға арналған жаттығу. Тіпті қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы да өз білімін өз бетімен іздестіріп, көп кітап оқудың арқасында бірнеше тіл меңгерген. Тіпті Максим Горький де өзінің бүкіл денемдегі жақсылықпен кітапқа борыштармын деген секілді. Ломоносов та жас кезінде кітап оқи алмай, әбден есейген кезде кітап оқыған. Сол секілді кітап оқуға ешқандай еш кеші жоқ. Біз қандай жаман болса да адамзат алдындағы ең басты мұратымыз, міндеттердің ең бастысы ол салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Сәлем. Сәлем. Атың кім, нешінші сыныпта оқисың? Атым Галерке, 2-ші сыныпта. Жақсы. Сен қандай кітаптарды білесің? Кітап оқығанды жалпы жақсы көресің бе? Иә. Қандай кітаптарды оқыдың, немесе қандай ақын жазушыларды білесің? Абай Құнанбай, Мұхаммед Мұқатай. Сен қандай кітаптарды немесе ертегілерді білесің? Бауырсаң әлі бақтағы білеміз. Жарайсың. Сәлем. Есімім кім? Мумин, сен қай сынып оқушысың? 2-ші. Мумин, сен қандай ертегілер, кітаптар оқисың? Мен Күншілік балапаны және де Шынашақ ертегілерін оқимын. Ал бұл ертегілер не жайлы, не туралы? Бұл ертегі Күншілік балапаны жайлы. Ол балапан отбасынан бөлініп қалған. Ал кітаптың оқу пайдасын білесің бе? Иә. Пайдасымен бөліші. Оның пайдасы оны оқыған адам білімді және сабағын жақсы оқиды. Ал сен достарыңды кітап оқуға қалай шақыратын едің? Мен кітап оқу пайдалы және де қызықты дейтін едім. Рахмет, сау бол. Сәлем. Есімің кім? Альмира. Сен қай сынып оқушысың? 2А. Альмира, сен бос уақытында кітаптар оқисың ба? Қандай кітаптар оқисың? Балалар көсені, бауырсақ. Альмира, осы кітап оқу арқылы сен өзіңе бойыңа қандай қасиеттер жинайсың, құндылықтар? Сен біздің көрермендерді кітап оқуға шақыруға қарсы емессің бе? Жоқ. Онда кеттік. Көрермендер, біз сіздерді кітап оқуға шақырамыз. Не, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай кітаптың оқудың пайдасы болмаса, ешқандай да зияны жоқ. Сол себепті 55-ші орта мектебінің оқушылары сіздерді кітап оқуға шақырады.